Денсаулық сақтау саласын цифрландыру шілденің 1-нен бастап облысымыздағы денсаулық сақтау мекемелерінде құжаттарды электронды түрде жүргізу бойынша пилоттық жоба іске қосылады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінгі таңда облысымыздағы денсаулық сақтау мекемелерінің көбі цифрландыру жүйесіне біртіндеп көшуде. Оның ішінде кардиологиялық орталықта бар. Өңірлік мамандар шығарған Надежда медициналық ақпараттық жүйесі мекемеде 2017 жылдан бастап іске асып жатыр. Бұл жүйе мекемені толық автоматтандыруға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда орталықтағы 10 құжаттама электронды түрде жүргізіліп отыр. Бас дәрігер Азамат Мағзумовтың сөзінше, кардиологиялық орталық электронды форматқа өтуге 100% дайын. Бұрын әлгі история болезни дейді, медицинская карта стационарного больного дейді, соны бұрын мысалы қолмен толтырады. Оған жазады, қаншама уақыты кетеді, отырады, ал компьютерге кіргізіп, электронный вариантпен кіргізген кезде ол жылдам енгізіледі де, сосын ол сонда сохранить етіп қалады. Сосын оның ішінде өздерінің кейбір шаблондар болады. Кейбір сөздер мысалы медицинада жиі кездесетін, оларды біз қайта-қайта жаза бермейміз. Оларға мысал толтырады. Выпискалардың өзінің шаблондары болады. Аты выписканы врачтар отырады, жазып бәрін. Қолмен толтырып, қаншама уақыты кетеді. Сондықтан бұл жұмысты жеңілдетеді. Қиындықтар бар. Қалай мысалы жаңа электронный история болезни кіргізген кезде біз қалай оған қол қойдырамыз сырқаттарға? Сол сұрақтармен қазір жаңағы разработчикке шықтық. Оларменен қазір шешіп жатырмыз. Қалай олардың оның бәрінің өзінің шешімін табады. Облыстық балалар ауруханасы толығымен арнайы техникамен жабдықталған. Бұл пилоттық жобаны енгізу үшін өз септігін тигізбек. Облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері Олег Завьяловтың сөзінше, құжаттар толтырудың электронды форматына өту арқылы дәрігерлер қағазбастылықтан арылып, емделушілерге көп уақыт бөле алады. У нас организовано 152 рабочих места. Это рабочие места как врачей, так и медицинских сестер. Бізде 152 адам жұмыс жасайды. Бөлімдер, лабораторияда жалпы осынша адам. Электронды форматқа өту үшін қажетті техниканы біз 2017 жылы алған болатынбыз. Біз Надежда медициналық ақпараттық жүйесімен жұмыс жасаймыз. Бұл жергілікті өндірушілердің шығарғаны. Сондықтан бізге ыңғайлы. Аурудың тарихы электронды формасын 2017 жылдан бастап енгізе бастадық. Бағдарлама өндірушілері біздің ауруханада жұмыс жасап, дәрігерлерді үйреткен болатын. 2-3 айда біз аурудың тарихын электронды түрде жаза бастадық. Облыстық ауруханаға Надежда медициналық ақпараттық жүйесі 2015 жылы енгізілді. Сондай-ақ мекемеде антиинсульт қосымшасы жұмыс істеуде. Бұл инсульт қаупін алдын алуға септігін тигізеді. Любой житель города есть электронный адрес, на котором ссылка, через которую можно войти в данное мобильное приложение, там имеется. Бұл қосымшаға кез келген кісі кіре алады. Арнайы сұрақтарға жауап беру арқылы инсульт алу қаупін біле алады. Айта кету керек, пилоттық жоба өңіріміздің 12 денсаулық сақтау мекемесінде енгізілетін болады. Асем Айтолла, Данияр Темірғалиев, Первый Северный.